Саламатсыздар ма, құрметті білім алушылар. Қарым-қатынас психологиясы пәнінен жылу лекциямызды бастаймыз. Лекциямен таныстырушы педагогика ғылымдарының магистрі, аға оқытушы Төлепбергенова Ардақ. Лекциямыздың негізгі ұғымдарымен таныс болайық. Ол қарым-қатынас ұғымы және түрлері, тұлғаның психикалық дамуында қарым-қатынастың рөлі және қарым-қатынастың дамуы туралы мәселелерді қарастырамыз. Жалпы, осы психологияда қарым-қатынас мәселесін зерттеудің өз дәстүрі бар, және сол мәселені зерттеуде 3 кезеңге бөліп қарастыруға болады. Алғашқысы Бехтеревтің зерттеулері. Ол бірінші адамның психологиялық факторы ретінде қарым-қатынастың рөлі туралы мәселені көтерді. Бірақ Бехтеревке қарым-қатынас үрдісі өз бетімен зерттеу жұмысының нысаны болған жоқ. Ол қарым-қатынастық психикалық үрдістер мен атқаратын қызметіне әсер етудің тек қана нәтижелік жағы қолданды. 70-ші жылдарда дейін қарым-қатынас проблемасын талдауда теориялық философиялық көзқарастар ерекше кең тарады. Қарым-қатынас ұғымы әлеуметтік себептілік, адам психикасының рөлі және тұлғаның әлеуметтенуі туралы қағиданы негіздеу үшін қолданылды. Мәселен, Выготский еңбектерінде қарым-қатынас адамның психикалық дамуына факторы және оны зерттеудің шарты ретінде негізгі орын алды. Бұл кезеңде қарым-қатынастың рөлі мен атқаратын қызметін теориялық талдау кезеңі ретінде сипаттауға болатынын айтамыз. 70-ші жылдары қарым-қатынас психологиялық зерттеулердің дербес саласы ретінде қарастырыла бастады. Бұл кезеңде психологияда қарым-қатынас мәселесі зерттеудің шын мәнінде дүниеге келген кезеңі болып табылады. Қарым-қатынас психологиясы келесідей проблемаларды зерттейді. Адамдардың бірін-бірі қабылдауы және түсінуі, еліктеу және сендіру, нандыру, ұйымшылдық және жанжалдық, біріккен іс-әрекет және тұлғааралық қатынастар. Қарым-қатынаста келесідей аспектілер бөлінеді. Ол мазмұны, мақсаты және тәсілдері. Қарым-қатынаста біз іс-әрекет шарты ретінде коммуникативті іс-әрекет деп айта аламыз. Қарым-қатынас өзіндік құндылық ретінде, мысалға жатқызатын болсақ, тумалық, махаббат, ойын, және де іс-әрекет алгоритмі, құрылымы және механизмі. Ол заттық іс-әрекеттің әр түрі болып табылады. Қарым-қатынастың психологиясының негізгі бағыт-бағдарлары 3 түрде қарастырамыз. Алғашқысы мен басқа, топ мен топ. Мен басқа жүйесінде арақатынас. Ол ортақтасу барысында пайда болатын тұлғааралық қатынастарды танып білу. Адамдардың бірін-бірі тануы мен түсіну механизмдерін зерттеу. Олардың ортақ қызметін ұйымдастыру тәсілін анықтау, бір адамның екінші адамға ықпал етуінің жолдары мен мүмкіндіктерін айқындау болып табылады. Топ мен жүйесіндегі арақатынаста әлеуметтік жағдайлардың адамның мінез-құлқы мен тұлғалық ерекшеліктеріне ықпалын зерттеуді анықтаймыз. Адамның әлеуметтік ұстанымдары, әлеуметтік көзқарастары, топ және қоғам дамуының тұлғасын қандай жолдармен қалыптастырады және өзгертеді. Ол әрине әлеуметтену болып табылады. Мен және топ. Бұл арақатынас жүйесінде жеке адамның әлеуметтік жағдайларға, қоршаған ортаға жасаған белсенді ықпалы анықталады. Қарым-қатынас функциялары және құрылымы келесідей түрлерден көрініс табады. Ол байланыстыру, прагматикалық қызметі, қалыптастыру, дамыту қызметі, растау қызметі және тұлғааралық эмоциялық қатынастарды ұйымдастыру мен тіркеу қызметінен көрініс табады. Қарым-қатынастың пәнін, мазмұнын, мақсатын анықтап болғаннан кейін біз оның түрлерін қарастырып өтейік. Негізі 5 түрге бөліп қарастырады. Маскілі қарым-қатынас. Бір күннің ішінде бірнеше маска кию. Ол формальды қарым-қатынас.
яғни мұнда маскілерді пайдаланып сұхбаттасушылардың тұлғалық ерекшелігін түсініп ескеруге талпынады. Екінші, формальды рөлдік қарым-қатынас. Мұнда сұхбаттасушының тұлғасы мен әлеуметтік рөлі маңызды болып табылады. Үшінші, іскерлік қарым-қатынас. Мұнда сұхбаттасушының іске деген тұлғалық ерекшелігі, мінезі, жасы, көңіл-күйі ескеріледі. Төртінші, достардың рухани және тұлғалық қарым-қатынасы. Бесінші, манипулятивтік қарым-қатынас. Сұхбаттасушыдан белгілі бір пайда табуға бағытталып отырады. Қарым-қатынастың құрылымы күрделі болғандықтан, шартты түрде талдау мақсатымен көбінесе оның бір-бірімен тығыз байланысты үш жағын қарастырады: коммуникативті, интерактивті және перцептивті. Перцептивті жағында қарым-қатынасқа түсушілердің бір-бірін қабылдауы, тануы, түсінуі, соның негізінде өзара түсіністіктің пайда болуының қалыптасуы көрініс табады. Ал интерактивті жағында қарым-қатынасқа түсушілардың өзара әрекеттесуін ұйымдастыру, яғни білім, идеялар және әрекеттермен алмасу көрініс табады. Бірлескен әрекеттің ұйымдастырылуы болып табылады. Қарым-қатынастың коммуникативтік жағында қарым-қатынасқа түсушілердің бір-бірімен мәлімет алмасуы, ақпарат алмасуы болып табылады. Коммуникативтік қарым-қатынастың кезінде вербалды және вербалды емес қарым-қатынасты да ажыратуымызға болады. Осылайша біз қарым-қатынас психологиясы пәніне қысқаша шолу жүргіздік. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.